келдік деп есептеңіздер. Адалдық алаңына сіздің бірінші топ, екінші топ былай партаның есеп тұрыңыздар. Қатырып тұрыңыздар, сіздің үшінші топ, сізден қатырып тұрыңыздар ма? Адалдық алаңында адал ұрпақ үшін ерікті дүкен де бар. Адалдық алаңында сіздер сияқты бүгінгі отанның жарқын болашақтың ұрпақтары тұр. Енді сіздер қазір өздеріңізге мынадай ойды түйіңіз. Менің кім екенімді білесіз бе? Деген сұрақты ойыңызға алыңыздар да, өзіңіздің бойыңызда қасиетті, болашақта өзіңіздің таңдайтын мамандығыңыз негізінде түйістіріңіздер. Білесіздік бәрі? Менің кім екенімді білесіз. Мен өзімнің болашағымды өзімнің еңбегіме адал боламын деп ойлаймын. Мен болашақта хирург боламын. Мен ол еңбекте ешкімнің ақысын жемей, ешкімнің еш жерін алмай, өз еңбегімді адал. Мен кім екенімді білесіз бе? Мен өскенде актер боламын. Жарық биіктерге өзімнің адал ниетіммен, адал жолдармен жететін боламын. Менің кім екенімді білесіз бе? Мен өскенде тіс дәрігері болуды қалаймын. Мен халқыма адал қызмет етіп, адамдардың ауырған жерлерін қарап енді қараңыздар, мысалға сіздер Фарабидің сөзінің көңілге ойларыңызға алсаңыздар, адамға ең бірінші тәрбие беру керек дейді. Тәрбиесі берген білім ол адамзатты қас жауы дейді. Енді бір тағы бір ойында жақсы тәрбиемен ақыл екеуі түйіссе, онда ол адалдық болып есептеледі дейді. Қараңыздар да. Енді осындай құнды пікірлердің негізін келтіріп кіргізген сәтте, көбіне осы ар білімнің негізіне қарай, адалдықтың негізіне қарай көп қалам тәрбиелеген біздің жазушыларымыздың бірі Шәкәрім Құдайбергенұлы. Адамда ең бірінші адал еңбек, таза жүрек, мінсіз ақыл болу керек дейді. Енді қараңыздар, біз қазір адалдық алаңында деп есептейсіздер, әрқайсыңыздар. Жалпы адалдық асыл қасиет деп есептейміздер, ода қараңыздар. Бір ауыз сөзбен, күнделікті өзіңіздің іс-әрекетіңізге өзіңізге қандай міндет қоясыз? Бір ауыз сөз, қандай міндет қоясыз? Міндетіңіз? Күнделікті іс-әрекетте жүрген кезде қандай міндет қоясыз? Ешкімге өтірік айтпау. Ал, тағы? Міндетіңіз өзіңіз таза жүрегіңізбен айтасыз. Қандай міндет қоясыз? Қандай міндет қоясыз? Сабақтарда, пәндерді жақсы оқып, жақсы көрсеткіштерге жете білу. Дұрыс білім керек мақсатқа жетуде. Міндетім сабақ оқу деп ойлаймын. Өзімнен күшті балаларды тәрбиелеуге қарай күшті боламын дейді. Берген уәдені орындау үшін не маңызды? Не маңызды орындау үшін? Алдына айтқан мақсат қою. Ал, тағы? мақсат бойынша жүре білу және сол айтылған сөзіңе қарай өзгелер алдында өз міндетіңізді орындаудың маңызы неде? Басқа адамдарға өзінің адалдығын оқу деп мақсат етіп қойып жатсыздар ғой. Жауапкершілікті сезіне білу керек. Жауапкершілікті сезіне білу керек. Әліпестер алдай. Олар мақсат болады. өзінің пікірін қай ортада болмасын, өзінің сөзіне берік адамдар сол ортаның сыйлы азамат болады. Мысалға негізі құндылықтар. Мысалға құндылықтар негізінде мектеппен біз қараланып жатырмыз қазір, да? Қандай құндылықты алып қарайтын болсақ та. Мысалға біздің осы айдағы негізгі құндылығымыз не? Адалдық, да? Адалдық қандай мәселемен түйсек деген сәтте, адалдық парасаттылықпен, әділдікпен, сеніммен түйісіп жатады. Қазір сіздердің өздеріңізден ойды сұрайын. Сол ойды сұраған сәтте қазір мұқият болыңыздар. Мысалға біз дала заңдары деп айтамыз, да? Өздерің тәртіпте өткен сәтте, мысалға дала заңдарының негізі бұл Қасым ханның қасқажолы, Есім ханның жолы, әсірепенің жеті жартысы деп айтамыз, да? Осыны білу мысалға әрбір қазақ үшін негізгі заңдылық болып есептеледі. Дала қазағының мысалға сол кезде конституциясы болмаса да, бұл не дала қазағының конституциясы болып есептелген болды. Қараңыздар, енді келесі адалдық дегеннің өзін Абай өзінің 33-ші қара сөзінде былай деп айтады. Алдау қоспай, адал еңбегін сатқан, қолы өнерлі қазақтың әулесі сол. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның еңбек айтады. Енді қараңыз, мана біз адалдықты ойға жеу үшін сенімді қалыптастыруымыз керек деп айттық, да? Сенім қалай келеді? Белгілі жазушы, көбіне мысалға тарихи романдардың авторы, Нәрсе Семберлиннің сенім дейді, бұл ұлы күш дейді. Сенімге ие болу өмірді мән етеді дейді. Егер мәнсіз өмір сүретін болса не? Онда өмір сүруді қажетті шамалы. Қалай бағыт алып жүргенді білмесек, онда солай жазушы солай. Енді Бауыржан Момышұлы
Сендер әрқайсысың дейді, ата-ананың үмітісіңдер дейді. Сендер әрқайсысың жеке тұлғасыңдар дейді. Сендер өздеріңіз жауаптылықтарыңызды сезіне білулеріңіз керек дейді. Егер мысалға сол жауаптылық негізін сезіне білсең, ең бірінші сен өзіңнің ойыңа сенімді ұялатуың керек дейді. Қараңыздар. Келесі, мағжан, жалпы адамзаттың жақсылығына сену адамгершіліктің ең ең алдымен мысалға сіз адалдық дегенде өзіңізді осы ортаңызда, осы адалдық ортасында отанға деген адалдық бар да, досыңызға деген адалдық бар да, тағы отбасыңызға деген адалдық бар, тағы қоғамға деген адалдық бар да. Енді сіздер осы төртті болып отырсыздар ғой, сіз бар ғой да, қоғамға деген адалдықты көрсетіңізші қазір. Өзіңіз ойланып көрсетіңіздер. Сіздер достыққа деген адалдықты көрсетіңізші. Сіздер өзіңізді отбасыңызға деген негізі ата-ананың отбасына деген адалдық, ортаңызға деген адалдық, өзіңіздің мектебіңізге деген адалдық. Керемет. Өзіңіздің мектебіңізге деген адалдық. Қоғамға адал болу дегеніміз қоршаған ортаны таза ұстау, табиғатымызды таза ұстау, өз мамандығымызға берік болу деп ойлаймыз. Бізге деген отбасыға адалдық. Менің ойымша, отанды қоғам сыйламас бұрын өзінің отанынан бастау керек. Қазақта, отбасынан бастау керек. Себебі қазақта мынандай мақал бар, отан отбасынан басталады деген. Ең алдымен адалдық отбасының ішінде болса, онда әр отбасы солай адал болатын болса, қоғамымыз жақсы болады деп ойлаймын. Әрбір ата-ана өз баласына үміт артып отырады. Сол себепті балалар өз адалдығын көрсетіп, ата-анасының көңілін қалдырмай, сабағын оқып, бәрі жақсы болады. Ата-ана кім үшін өмір сүреді? Сендер үшін өмір сүреді ғой. Керек десеңіздер ме ғой? Дүниеге келген сәттің өзінде де барлық заттарды ырымдайтын болған болады. Егер мысалы ер бала неге отбасына дүниеге келсе, кіндігін кескеннен кейін ырымдап түзге барып көмеді екен. Ошақ басына емес. Егер ошақ басына келіп көмсе, онда ол үйкішік болып қалады деген. Абай атамыздың сөзі бар, өзі үшін еңбек еткен адам ол, өзі үшін отан хайуанның бірі болады, ал адамгершіліктің қарызы үшін еңбек қылған адам ол Алланың сүйген құлы болады. Біздің алған тақырыбымыз ол мектепке деген махаббат. Бізге мектеп қалай адал болды, біз ертең бұл жер түлеп ұшқан жағдайдың өзінде біз мектепке шын жүрегімізден адал болуымыз қажет. Жақсы. Өзіңіздің шынайы қазір іс әрекетіңіз деген көрсетіңізші. Шынайы түрінде. Шынайы болса, қазіргі таңның өзінде мектепте іс-шараларға қатысып, мектепте таза ұстап, сондай жақсы жақтарына көмектесіп. Әрқайсысынан сұрайын. Достыққа дегеніміз бұл достыққа адалдық, яғни рухқа адалдық та болып келеді. Яғни достыққа адалдық деген ол біздің жанымызда жүрген досымызға, яғни бауырымызға адал болуымыз. Мысалға жүз баласаған үйдің ақ қараға жақындаса, аққа қара тез жұғады деген сияқты. Қасымызда досымыз жаман болса, өзіміздің де адалдығымыз кетеді, яғни өзіміз де жаман жаққа қарай бұрыламыз. Дұрыс айтасыз. Дос туралы адалдықты былай өз пікірімді айтатын болсам, мен дос туралы адалдықта бұл дүние үшін дос болу емес, өзіміздің досымызға адал болып, әрқашан қиналған кезінде қасында болу деп ойлаймын. Менің ойымша досқа адалдық деген ол жаныңда бауырыңа адал болу, бір-біріңнің қиыншылықта әрқашанда жаныңнан табылу. Ол сенің айналаңда достың қандай екенін білмейсің. Адамдар айтады ғой, нағыз дос көргің келсе, онымен бірге алыс сапарға шық деп. Сол арқылы сол өзіңнің нағыз достарын табасың. Тағы ойыңызды отырыңыз. Тамаша. Мен достарымның сөзіне қарап бар ғой, маған деген адалдығын көріп жатырмын да. Мен алар өлең оқымын. Бауыр туралы. Саят Эберестің бауыр керек дейтін өлеңі. Бауыр керек өмірде сырласатын, сыйласатын, өзінше үн қосатын, сынаққа да сен үшін қарсы тұрып бағындырып белесті қадасатын. Бауыр керек өмірде шаңға шақ. Тек жақсылық жасауға қамданатын, сырттай сені біреулер жамандаса, сол сөзіне алданбай арланатын. Бауыр деген бір әлем ауыл бөлек, бауырларсыз өмірде жүгімде ауыр демек, бауырлардың тілейік амандығын әр адамға себебі бауыр керек.
Мен мынандай бір нені алып келдім да, қанат сөздерді. Сөзін сендерге қояйын да. Сіздерге осы тақырыпқа аясын. Мана айтылғандар айтпайсыз, басқаны айтасыз. Несі біле? Сіздерге де жан-жақты осыны негізгі сізге достық адалдық, рухлы адалдық деген пікір қоямын. Екі қанатты сөз бар, екі пікір бар. Енді күнбе күн естіп жүрген жоқсыздар. Тақырыбымыз адалдық асыл қасиет. Яғни адалдық асыл қасиет дегеніміз бұл адалдық деген бұл туа біткен дарын деп алсақ та болады. Себебі деген бізде талант деп жатамыз. Талант деген тек қана біздің яғни бір нәрсені істей алуымыз емес, бұл біздің жан дүниеміз, мінезіміз, яғни адалдықта жатады. Қабілетімізде де? Қабілетімізде осы талантта жатады. Мысалы айтатын болсақ, егер біреуге адалдығыңды көрсетер болсаң, ол да басқаларға адалдығын пашықтайды. Егер қылмыскердің ұрлау мүмкіндігі болмаса, ол өзін адал болады. Егер қылмыскердің ұрлау мүмкіндігі болмаса, онда ол өзін адалым деп ойлайды дейді. Менің ойымша олай емес. Егер адамның ішінде, жан дүниесінде жаман ой болатын болса, ол сол затты істегеннен тең болады. Иә. Адал адамның өзінің ішінде әрдайым адалдық болады, ниеті болады. Руссоның сөзіне қатысты айтшы. Мысалға қылмыскер ғой, сәт болмай қалды да, ұрлық жасайын деген кезде сәт болмай қалды. Ол бірақ сол сәтте болмасын, өзін адалмын деп жүр. Өзінің ішіне алдап жүріп, қылмыскер өзінің ішіне алдап, өзін өзі алдау ма? Ал, тағы қандай ой қосасыңдар? Қандай ой қосасыңдар? Оның ниеті дұрыс па, ой бастап кезін шыққан? Ниеті дұрыс емес, ол ең басынан қылмыс деп ойлады, бірақ ол жерде оның мүмкіндігі болмағандықтан ол өзін алдап, адалмын деп ойлап жүр. ең алғаш адалдық деген сәтте ең алғаш бізге көз алдымызға досқа адал есімізге түседі. Сол себепті ең алғаш біз адалдық деген сәтте досқа адалдық айтамыз. Досқа адал болған адам ол өзінің рухына да адал болады. Сол себепті досқа адалдық ол ең басты құндылықтардың бірі. Досқа адалдық деген кезде менің есіме өтірік айтпау, мысалы досыңа өтірік айтпау, досыңа адал болу керек. Өзінің әрекетін қандай болып тұрса, ол да сол әрекеттерге негізделуі мүмкін да? Досыңа мен адалмын деп айта Егер алмайсың. мысалға кемшілік тұстары болса түзетуге бола ма? Қоғамда да мысалға адамдар мысалға тентиіп, бір балдар болады мысалға несінде, солардың ақылын түзеп болуға бола ма? Жақсы жаққа тарту керек. Абайдың сөзін қыстырып болады осы жерде де. Абай қалай дейді? Егер мысалға кісінің мінезін түзеп болмайды дейтін болса, онда мен оның тілін кесер едім дейді. Немен түзетуге болады? Тәрбиемен немесе ақылмен, үлкен жақсы ойлармен да. Бізді адал адам бол, бірақ адал екенді ешкім білмей-ақ қойсын. Дұрыс, адал адам бол дейді, бірақ адал адам екендігіңді ешкім білмей-ақ қойсын дейді. Ол деген басқа бір адамға мен саған сөзбен ғана мен саған адалмын деп жүрген ол адалдыққа жатпайды. Ал керісінше сен өзің досыңа деген ісі білдірмей, іс әрекетіңмен ғана адал болсаң, ол нағыз адалдықтың белгісі деп ойлаймын. Адал адам бол деген адамның көбінесе адал болуы да қоршаған ортаға да көбінесе байланысты болып келеді. Біздің ата бабаларымыздың айтып кетуі бойынша досыңды көрсет, сенің кім екеніңді айтып берейін деп. Менің ойымша адамдардың көбінесе адал болуы да қоршаған ортаға байланысты болып келеді деп ойлаймын. Мана берді айтып кеткендей, аққа қара жақындаса, ақ қарайып кетеді дейді. Қараңыздар, мектебімізде 8 сынып бар да, бәрін осы адалдық әлеміне кіргізе аламыз ба? Президент өзіміздің ішімізде отыр ғой. Қандай ой айтасыз сіз? Ең әуелі адам өз-өзіне адал болу керек деп ойлаймын. Барлық адам өз-өзіне адал болса, қоршаған ортада барлығы адал болады деп ойлаймын. Жалпы адал махаббатты алу өте қиын. Махаббат мысалы жүрген кезде, көзің ашық жүрген кезде біреуге назар салу мүмкін емес. Мысалы мұсылмандарда андай мысалы Құранды көзімді жұмып оқиыншы дейді, себебі басқа нәрсеге назары түсіп кетпес үшін да. Сондай да сезімдерде шексіз. Мысалы қазір күйеуі әйелі күйеуін бір-бірін алдап жатады да. Сол нәрсе мысалы бір-біріне адалдық емес. Мысалы қазіргі махаббаттар енді адал деп айта алмаймын. Мысалы бұрынғыдай қозы мен баяндай махаббаттары қалай шексіз болса, онда бір-біріне жан беруге де дайын болады.
сыныптар адалдыққа үйрету үшін ең бірінші өзіміз адал болуымыз керек, оларға өзіміз қандай екенімізді көрсетуіміз керек, сонда олар да бізге қарап ертеңгі күнін ойлай бастайды деп ойлаймын. Ойланып қарайды. Мынадай ситуация жағдайда қайсы шығасыздар? Мынадай ситуация жағдайда егер осындай кез болып қалса Сен мұның әдетті емес екенін сезесің. Сен бұл істі дәл өзің жасағаның жайында үндемейсің бе, әлде әділеттік үшін шындықты айтасың ба? Бұл жерде жаңағы Лев Толстойдың да сөзін кірістіруге болады, яғни адал адам бол, бірақ адалдығыңды ешкім білмесін деген сияқты. Яғни досым саған былай деп жатыр, сен бір ізгі жақсы істедің да, сені атаған жоқ, сен айтқан жоқ, жақсы істедің да, мына кісіні атады, мына баланы мақтап, сен саған сол кезде қандай әрекет жасайсың? Мен істедім, мен етуім керек деп шығасыз ба? Қалай істейсіз? Қандай әрекет көресіз? Бұл жерде мен үндемейтінім себебі ол досқа адалдықта болып келеді, және қасында бауырым мақтағанда. Бұл жерде дос дайындалсаң бірінші топқа кезекпейді. Жақсы, қасек, қармақ, ойды қосыңыз болады, кімнің бекарда сұрақ алған бала болатынса. Мен жаңағы мынаны қосар едім деген сияқты. Сені достарының көбінше ренжітті. Егер сен солай жауап бермесең, сені ол қорқақ деп ойлайды. Егер сен өзің сабырлықты таныта білсең, қандай әрекеттерге барар едің? Егер де адамның ақыл ойы бар болатын болса, ол әрине сабырлыққа келіп басқаша жолмен немесе жеке сөйлесіп достарының алдында сені қатты ренжітіп тастады. Сол ақыл ойы бар адам ол сабырлыққа келіп Жағдай, екінші жағдай, сен ерекше математикалық қабілетің бар, математикадан, пәндік олимпиадалардан үнемі жетістікке жетіп жүрсің, тіпті халықаралық деңгейде де биік жетістіктерге жеттің. Сені осы үшін әрдайым мақтай берген соң кеуде көтеріп бастағаныңды сезесің. Сен тәкаппар болып, сыпайы болып қалу үшін не істеу керек? Ең алғаш бұндай мақтау сөздерге көңіл аудармау қажет. Жоқ, неге? Сен халықаралық деңгейдегі бірінші орында деп тұрсың ғой. Сен тіпті ұлы математиктердің өзімен теңесіп тұрсың ғой. Есепті жаңадағы ойланып көзбен көріп отырып, кеше Жансақ айтты ғой. Мен қасымдағы қыздықым көзбен көріп отырып деп бірден шешіп тастадым да айтып тастадым бәрін деп. Оқуға барған кезде олай істемеу керек негізі. Бұндай жағдайларда сен дамып, одан әрі дами берген кезде сен осындай мақтаулардың жетегінде кететін болсаң, сен одан әрі дамымайсың. Неге оны шектеу қоймау керек? Сен сондай жетістікке жетіп келе жатырсың, не істейсің? Мысалға, сені мақтап жатыр мысалға. Бізде де сол сұрақ жауап береді ма? Жауап берсе. Адам ол жерде егер адамның өзінің тәрбиесіне байланысты болады. Адам егер қарапайым боламын десе, ол кез келген ортада қандай болсын, ол өзін қарапайымдылықпен ұстай алатын болады. Және де оны әркімге тәрбие ретінде үйрете алады. Ал егер әлемдік бойынша ең қиын есептерді шығарсын, ол бәрібір әлем бойынша ең бірінші орында алып атақты математик болсын, ол бәрібір қарапайым болуы тиіс. Мінезді, қалыпқа келтіру керек, сабырлылық болу керек, ер азаматта. Солайсыздар. Мен сіздерге мынау алақанның үстіндегі жүрекке сіз өзіңіз сол адалдықты бүгінгі сабақта үйренгеніңізді кімге ұсынар едіңіз? Кімге өзіңіз сол адалдықтың жылы сөздерін кімге арнар едіңіз?